сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз қой етінің емдік қасиеттері. Қой етінің ем болатын аурулары мынандай: салмақты науқастан кейінгі дененің арықтауына, дене әлсіздігіне, босанғаннан кейінгі аналардың денсаулығын қалпына келтіруге істетіледі. Мұны сорпалау деп атайды. Қой етінің істетілу әдіс-тәсілдері. Дені сау жас қойды сойғаннан кейін науқас адамның қабылдау қуатына қарай аздан-аздан көбейтіп етті сорпасымен күніне бір рет ішіп жегізеді. Егер науқас адамның асқазанына байланғаннан қара желі болса, қайнатқан етке жемжеміл дәрісін немесе сорпасына талқандалған қара бұрыш салып ішкізсе, байланған желді айдайды. Бір немесе екі малдың еті таусылғанша күтінсе, денсаулық біртіндеп қалпына келеді. Жаңа сойылған қойдың етінен жұқалап тіліп алып, соғылып, ісініп жараланған жерге таңса, ісікті қайтарады, іріңдеудің алдын алады. Ішінен іріңдеп аузы шықпаған арларға, шиқан, сыздауыққа таңса, жараның аузы ашылады. Қой етін күйдіріп күліп сірке суына езіп, жалан-шаян шаққан жерге таңса, отты қайтарады. Сызылып ауырғанды басады. Сынаққа мешел балаларға еттен сылынып алынған сүйектерді балтамен шауып бөлшектеп, ұзағырақ қайнатып, сорпасынан күніне 1-2 реттен ұзақ уақыт ішкізсе, байланған желді айдайды. Бір немесе екі малдың еті таусылғанша күтінсе, денсаулық біртіндеп қалпына келеді. Жаңа сойылған қойдың етінен жұқалап тіліп алып, соғылып, ісініп жараланған жерге таңса, ісікті қайтарады. Іріңдеудің алдын алады. Ішінен іріңдеп аузы шықпаған арларға, шиқан, сыздауыққа таңса, жараның аузы ашылады. Қой етін күйдіріп күлін сірке суына езіп, жалан-шаян шаққан жерге таңса, отты қайтарады. Сызылып ауырғанды басады. Сыныққа мешел балаларға еттен салынып алынған сүйектерді балтамен шауып бөлшектеп, ұзағырақ қайнатып, сорпасынан күніне 1-2 реттен ұзақ уақыт ішкізсе, өнімі көрнекті болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.